Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен ондық бөлшекті жай бөлшекке және жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Бірінші біз сендермен есімізге түсіріп алайық. Біз ондық бөлшек деп қандай бөлшек түсінеміз және жай бөлшек дегенімізді. Бұның ішінде бізде жай бөлшек дегеніміз ол бізге бұрыннан белгілі. Біз сендермен өткен тоқсанда да бұған көп есеп шығардық. Яғни жай бөлшектер алымы мен бөлімінен тұратын бөлшектер. Мысалы 7-ден 3, 2-ден 1, 9-дан 17 деген сияқты. Бұл бізде жай бөлшектер. Ал ондық бөлшек дегенде бізде бүтін бөлігі үтірмен ажыратылып жазылатын сандарды айтамыз. Мысалы 2,10-3 бүтін бөлігі 2 бүтінді біз үтірмен ажыратып алдық. Немесе мынау 7-ден 3, 2-ден 1 дегенде бізде бүтіні жоқ қой. Онда олар 0 бүтін деп жазылады. 0 бүтін 100-ден 23, немесе 0 бүтін 100-ден 42, 5 бүтін 100-ден 9 деген сияқты. Міне көрдіңдер ме? Үтір арқылы бүтіні көрсетіледі. Енді біз сендермен жай бөлшек түрінде берілсе, оны ондық бөлшекке, ал ондық бөлшек түрінде берілсе, оны жай бөлшек түрінде жаза аламыз. Мысалы, 5 бүтін 100-ден 9. Міне, 5 бүтін аралас сан түрінде жазылады. 100-ден 9, сонда міне 100-ден 9. Қалай мынаны оқимыз, яғни қалай естиміз, солай жазамыз. 0 бүтін 100-ден 42, 0 бүтінін, енді бүтіні 0 болса, оны жазбаймыз. 100-ден 42 деп жазамыз. Және мында қысқартса болады, я? 42 мен 100 2-ке қысқарады, мында 21 қалады. 100-ді 2-ке қысқартасын 50 қалады. Сонда мында 50-ден 21. Демек бізде мынау 0 бүтін 100-ден 42 және 50-ден 21 деген ол өзара тең сандар. Тек мынау бізде ондық бөлшек түрінде жазылған, мынау жай бөлшек түрінде жазылған. Енді кез келген біз ондық бөлшекті жай бөлшек түрінде жазыламыз. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыра аламыз біз. Ал кез келген жай бөлшекті біз ондық бөлшекке айналдыра аламыз ба деген сұрақ туындайды. Бұл жерде жауабы бізде қандай? Жай бөлшектің егер бөлімі 10, 100, 1000, мынандай сандар болса, немесе біз осындай санға келтіре алсақ, сол кезде ғана біз оны ондық бөлшекке түрінде жаза аламыз. Мысалы, 7-ден 3 дегенді біз жаза алмаймыз ондық бөлшек. Өйткені бұның бөлімі міне мынандай емес. 10, 100, 1000, 10 000 деген сияқты сан емес. Осындай сандар ғана болса бөлімі жаза аламыз. 2-ден 1. 2-ден 1-ді жазуға болады, себебі мынау 10 болмаса да біз оны 10-ға келтіре аламыз ғой өзіміз. 2-ні нешеге көбейтеміз 10 болу үшін? 5-ке, я? Онда алымында 5-ке көбейтеміз. Так, бөлімін 2-ні, яғни 5-ке көбейтсек 10 болады. 5-ті 1-ге көбейтсек 5 болады. 10-нан 5, оны ондық бөлшек түрінде жазуға болады. 0 бүтін, өйткені бүтіні жоқ мына жерде. 10-нан 5. Естеріңе түсті деп ойлаймын, ал келесі тапсырмаларды онда орындайық. Жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырыңдар. 10-нан 9, бүтіні жоқ. Онда 0 бүтін 10-нан 9. Мына жерде 1 0, онда үтірден кейін 1 цифра болу керек, міне 9 1 цифра бізде. Келесі 100-ден 8, тағы да бұның бүтіні жоқ, онда 0 бүтін. Мында 100 дегенде 2 0, мына жерде 2 цифра болу керек. Ал мында менде 8 ғана. Онда мынау бос орын болмас үшін мына жерге 1 0 жазам арасына. Сосын 8 жазам. 0 бүтін 100-ден 8 деп оқылады. Келесіде тағы да бізде бүтіні жоқ алдында. Онда 0 бүтін. Мұнда үтірден кейін 3 цифра, 3 0. Үтірден кейін емес. 1000 дегенде 3 0. Сондықтан мына жерге мен үтірден кейін 3 цифра жазу керекпін. Енді 13 деп жазсам, міне 2-ақ цифра ғой, мына жерге 0 тіркеймін. Келесі 4 бүтін 100-ден 73. Бүтіні бар, 4 бүтін. 100 дегенде бізде 2 0, мына жерде 2 цифра болу керек. 73 деп жазсам, өзі де 2 цифра. Онда болды, жазылды. Келесі 10 бүтін
бүтінін ажыратып алдым. Енді 1000 дегенде менде 3 0, онда 1, 2, 3 цифра болу керек соңында. Енді 1-ді жазсам, ол бірақ цифра ғой. Мына жерде 2 орын бос болып қояды. Онда ортасына мына бүтіннен кейін мен 2 0 тіркеймін, сосын 1 жазам. Оқығанда 10 бүтін 1000-нан 1 деп оқимыз. Келесі 6 бүтін, мұнда 1000 дегенде бізде 3 0, онда 3 цифра болу керек, 142. Мінекей 3 цифра жазылды. Келесі 75 бүтін 2 0, ендеше мына жерде 2 цифра болу керек, 17 жаза саламыз. 75 бүтін 117 деп оқылады. 23 бүтін, мұнда 10 000-нан 91. 10 000 дегенде 4 0, ендеше 4 цифра болу керек. 91 дегенде 1, 2 ақ цифра. Онда 2 0 тіркеймін үтірден кейін. Сосын барып тек 91 жазам. 23 бүтін 10 000-нан 91 мінекей шықты. Келесі сан 7 бүтін 100 000-нан 6. 7 бүтін 100 000 дегенде 5 0, 1, 2, 3, 4, 5 цифра болу керек. 6 дегенде мен де бірақ цифра, онда мен 4 0 тіркеймін өзім. Сонда оқығанда 7 бүтін 100 000-нан 6 деп оқимыз. Келесі тапсырма 1 бүтін, мұнда 1 0, 1 цифра дәл келіп тұр, 1 бүтін 10-нан 1 бүйтіп жаза саламыз. Келесі мұнда бүтіні жоқ алдында, демек 0 бүтін. Ары қарай бізде 100 000-нан 256. 100 000 дегенде бізде 5 0, ендеше 5 цифра болу керек. Өтірден кейін 1, 2, 3, 4, 5-не. 256 дегенде 3 цифра, 1, 2, 3. 3 цифра, значит 5 цифра болу үшін өтірден кейін 2 0 тіркеймін. Содан кейін ғана барып 256-ны жазам. Сонда оқығанда 0 бүтін 100 000-нан 256 деп оқылады. Және соңғысы, мұнда да бүтіні жоқ, демек 0 бүтін, сосын миллионнан 44. Миллион дегенде 6 0 ғой. Онда мына жерде менде 6 цифра болу керек. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бірақ 44 дегенде 2 ақ цифра. Олай болса мен 4 0 тіркеймін 6 болу үшін. 1, 2, 3, 4. Міне 4 0 бар, және 44 деп жазам. Сонда оқығанда 0 бүтін миллионнан 44 деп оқимыз. Бұл тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Келесі тапсырманы қарайық. 10-дық бөлшекті жай бөлшекке айналдырыңдар, және мүмкін болса қысқартыңдар. Енді керісінше бізде 10-дық бөлшек берілген, оны жай бөлшек түрінде жазамыз. 0 бүтін 10-нан 4. Біз қалай оқимыз, солай жазамыз. Тек 0 бүтін болса, 0 бүтінін жазбаймыз. Мынау 0 бүтін 10-нан 4, яғни 10-нан 4. Енді бұны қысқартуға болады. 10 мен 4 2-ке қысқарады. 4 бөлу 2, 2. 10 бөлу 2 бізде 5 тен болады. 5-тен 2. Келесі 0 бүтін 100-ден 15. Бұл жерде бүтіні 0 болса жазбаймыз дедік. Онда 100-ден 15 деп жазамын. 15 пен 100-ді 5-ке қысқартуға болады. 15 бөлу 5, 3. 100 бөлу 5 бізде 20. Сонда 20-дан 3 болады. Келесі 2 бүтін 100-ден 77. Қалай оқыдым, солай жазам. 2 бүтін 100-ден 77. Келесі тапсырмада 4 бүтін, мұнда 3 цифра түрден кейін, онда 1000-нан деп оқымыз. 4 бүтін 1000-нан 23. 4 бүтін 1000-нан 23. Мұнда 2 бүтін 100-ден 77 олар қысқармайды, сондықтан мен қысқартпадым 100-бен 77-ні. Мына жерде де 1000 мен 23 қысқармайды, сондықтан осылай қала береді. Келесі тапсырмада 13 бүтін 4 цифра түрден кейін. 4 цифра тұрса, біз 10 000-нан деп оқимыз. 13 бүтін 10 000-нан 207. Оларда қысқармайды, солай қалады. Келесі 7 бүтін, мұнда 5 цифра түрден кейін, онда 100 000-нан деп оқады. 7 бүтін 100 000-нан 9. Қалай оқим, солай жазам. 100 000-нан 9 қысқармайды.
келесі тапсырма 9,134 солай жазамын. 100-34. Енді бұл жерде 100 бен 34 қысқарады 2-ге. 34-ті 2-ге бөлсем 17, 100-ді 2-ге бөлсем 50. Сонда 9,50-ден 17. 16,1000-4. Онда солай жазамын. 1000-нан мінекей 4. 1000 мен 4-ті қысқартуға болады. 4-ке қысқартайық. 4 бөлі 4 1. 1000-ды 4-ке бөлеміз 250. Сонда 16,250-ден 1. Және соңғысы 8,100,000-нан 125. 8 мұнда жазамыз 100,000-нан 1, 2, 3, 4, 5. 5 цифра ғой. Өтірден кейін онда бөлімінде 5 0 болу керек. 100,000-нан 125. Бұл жерде қысқарады 125-ке. 125 бөлу 125 1. 100,000-ды 125-ке бөлеміз. Бізде шығады 800. Сонда болады 8,800-ден 1. Енді бұл жерде біз не түсіну керекпіз? Біз мынаны түсініп алу керекпіз ғой. Мысалы 0,100-ден 15 және 20-дан 3. Бұл екеуі тең өзара. Тек мынау ондық бөлшек түрінде жазылған, мынау жай бөлшек түрінде жазылған. 0,10-нан 4 және сол сияқты 5-тен 2. Екеуі жазылып тұрғанда әртүрлі мүлде ұқсамайды жазылғанда. Бірақ бұл екеуі тең. Мысалы, бір есеп шығарып, мен оның жауабын 0,10-нан 4 деп жазсам, ал басқа біреу сол есеп шығарып, оның жауабын 5-тен 2 деп жазса, ол екеуі де дұрыс. Мынау да жауап қабылданады, мынандай да жауап қабылданады. Өйткені бұл екеуі бірдей, тек жазылуы ғана әртүрлі. Мынау ондық бөлшек түрінде жазылған, мынау жай бөлшек түрінде жазылған. Осымен бүгінгі шығарған есептер, орындалған тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.